Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл. Өмірбаянына тоқталатын болсақ, Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келген. Ақынның азан қойып шақырған аты Мұхаммед Қали. Бірақ ата-анасы пайғамбар атымен жүру ауыр тиеді деп, сәби күнінен Мұқағали деп еркелеткен. Мұқағалидың әкесі Сүлеймен қарапайым шаруа адамы болып жүріп, кейін отандастарымен бірге майданға аттанып, сол майданда қаза табады. Ал анасы Нағиман ақын анасына қатты жақын болмайды. Отбасындағы тұңғыш бала болғандықтан ата-әжесінің баласы болады. Ал ақынның жары Лашын. Лашынның шын есімі Ләзиман. Ақынның еңбек жолына тоқталатын болсақ, 1954 жылы Қарасаздың бастауыш мектебінде орыс тілі мұғалімі болып тағайындалады. 1957 жылы республикалық радионың диктор қызметін атқарады. 1960-62 жылдары советтік шекара газетінің бөлім меңгерушісі болады. Мұқағалидың «Қарлығашым келдің бе», «Дариға жүрек», «Аққулар ұйықтағанда», «Шуағым менің», «Соғады жүрек», «Шолпан», «Жырлайды жүрек», «Өмір өзен», «Өмір дастан» және тағда басқа жыр жинақтары, сондай-ақ «Қош махаббат» атты прозалық кітабы бар. Мұқағали Мақатаев туралы Әбіш Кекілбаев. Мұқағали Мақатаев адамдар арасындағы өмірдегі, табиғаттағы жарастық пен келісімнің жыршысы дейді. Ал Фариза Оңғарсынова, Мұқағали Мақатаев қазақ тарихындағы ең оқырманы көп, қалың халық басты жанашыры болған суреткер. Ол ең алдымен ақын, қазақ жырының құдіреті дейді. Мұқағали мұрасы сұлулық үлгісі. Біздің бүгінгі игілігіміз ғана емес, Мұқағали мұрасы, маржан поэзиясы болашақ ұрпақтың да еншісі дейді Зейнолла Серікқалиев. Мұқағали Мақатаев біздің замандағы ғажайып ақындардың бірі. Мақатаев атты алып ақындық жарқын жүзіне миллион адам миллион түрлі пайымдаса да, ешбір кіреуке, көлеңке түспейтін керуен түзеп көше бермек дейді Әбділда Тәжібаев. Ақын өзінің қойын кітабының соңғы бетіне 1976 жыл 27 наурыз деп жазған екен. Неге екені белгісіз. Дегенмен де ақын дәл осы күні өмірден өзді. Поэзиям менің, мен өлсем де, сен өлме. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.